Алғашқы кезең танысайық. Әр топ екі қатысушыдан таңдайды. Сол екі қатысушының таныстыру видеосын көрсетемін. 30 мың теңге. Назима, алғашқы сіздердің топтарыңыз бастайды. Да. Тогда кого проверить? 4-й, 7-й, конечно. 4-7? Ну, хотя бы подмигните, когда мы говорим ваши цифры. 4-1 или 4-7? Ендеше кім? Так. Чё? Давай, ты выбирай. Давай, 4-го точно согласен, а вот ты давай, как председатель комиссии. Және де... Да за что за? Так, Ойланайық. 4 және де... Да, давайте. Да. Бірінші, 4-ші қатысушының видео ақпаратын көреміз, е? Ага. Берекет. Берекет, 16 жаста. Берекет Эдуарұлы. Атыраулық қатысушымыз қазақтың қарапайым баласы. Жастайынан спортқа бейімделіп өскен, ол ережесіз жекпе-жекке қатысқан. Берекетті ата-анасы спортшы емес, дәрігер болғанын қалаған. Что-то пошло не по плану. Ал оның өзі музыканы таңдаған. R&B жанрын тыңдап өскен ол шығармашылыққа бет бұру үшін түрлі кастингке барыпты. Бірақ өкінішке қарай еш нәтижесіз. Себебі Берекеттің жиі бетін қайтарған екен. Берекет өз-өзімен күресіп жүрген жан. Оның ішкі күйзелісімен жан қалауы бір-біріне қарама-қайшы. Оны түсінетін тек музыка. Тыңдай ма әлде ән сала ма? Берекет! 3-ші қатысушы Назеркенің видео ақпаратын көрейік. Назерке, 30 жаста. Өнер жолы ауыр жол. Бұл Назеркеге анасының айтқан ақылы. Сол себепті тілазар қатысушымыз информатика саласын таңдаған. но они могут обманывать. Бірақ кез келген жұмысты әндетіп жүріп жасайды. Соңғы 5 жылда Алматыда тұратын Ару диплом бойынша жұмыс істемеген. Еркіндікті қалайтын Ару блог жүргізіп, кино кастингтерінен қалмайды. Нәтижесі жаман емес. Қоржынында бірнеше телехикая бар. Она может в фильмах Она, скорее всего, актриса. Назеркені біраз әзілкештер таниды. Себебі ол көңілді тапқырлар клубында да өнер көрсеткен. Әзіл саласында өз қолтаңбасы бар. КТА ойындарына талай рет қатысқан. Вообще непонятно. Мы не знаем, что происходит, мы знаем... Если бы мы знали, что Да, это если мы такое. знаем, что это такое. Какой коварный смех у вас. Глюкен, нерде ешкім жоқ өлең айта. Все там, скажи, да? Мен ойынша вообще онша. 3, немесе 4. Либо пятая, либо первая, пятая, третья. Почему только девчонки? Может, ну Георгий так сейчас случилось. будет как Бесишь. Чумаков петь? Нет, Мустафа Сандал, он Чумаков. Да. Что будем делать? Что думаешь, пятая, Даник? Негізі, 5-ті басуға болады. Ты нас подставил только что. На Меруерт, самом деле. дауысын тыңдайық. Мируэрт, не подведи. Помни Бачели, распойся каком. Может, они их специально каким-то газом, чтобы они плохо пели? Мне кажется, нет. Почему? А мне кажется, да. Ай, как больно! Ну хотя бы станцуем, давай. Пожалуйста. Давай! Поет! Стопудово! Мен айттым ғой, без. Мен біліп отырмын, қолынан ақ біліп қойдым. Интуиция! Интуиция! Это прекрасно. Ты посмотри, что я написала. Я слушала, опера писала. Смотри, смотри. Все. Отличное начало. Негізі менің таңдауым ғой бұл. Бес. Мен білдім да. Сіз білесіз ғой енді Рөке. Көріп тұрып байқадым да мен.
Гүлнара ұшып шығып кетсе ұшып. Меруерт, рахмет! Браво! Какая-то вера в будущее, да, появилась? Таптым-ау! Меруерт! Таптым-ау сені. Рахмет. Мен деген попадание мынау, мен сіздерге айтайын. Нас не проведешь. Мы еще до них не добрались. Они тоже поют. Негізі бар ғой, я Меруерт бірақ әнші өзі ішінде. Мен байқадым бұны, қолынан көріп қойдым әнші Знаете, екенін. он Қарап нас отырып ақ. запутал. Осымен доғырайық. Все-таки не поет, да? Келесі аптаға дейін қош сау саламат болыңыздар. Аспаңыздар, Меруертпен танысайық. Меруерт, қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға? Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қызметкері. Қошеметтеріңіз болсын. Жарайсыз, Меруерт, жарайсыз, өте керемет. Сұрақтар болса Меруертке сұрақ қойыңыздар. Негізі сіздерге 30 мың теңге сыйлады, ойлаңыздар. Рахмет. Бөлісеміз ғой, бөлісеміз. Рахмет. Меруерт талант бар, таныс жоқ қалып қойғансың ғой сен. Осыдан бір 15 жыл бұрын кездескенде продюсер болатын ек саған. Мен біліп қойдым оның қолынан да қанша екенін же қарап. Мен Шоқанға айтып Қалай, отқам. Нұреке, Шоқан 5 деп. Нұреке, қалай сонда қолынан біліп қойдың деген? Мен білем ғой музыкант, но аранжировщик негізін отырған. Мен қолына қараймын да негізі өңдеушім. Анау әнші емес, ана алты ғой. Тұрғанша. Мен шынымен айтамын, алты әнші емес. Нұреке, аспаңыз, қазір сіздердің жолдарыңыз болады, аспаңыздар, қазір сіздердің... Жоқ, мен Шоқанға берем. Жалпы өзіңіз туралы қай жердің тумасысыз? Негізі өзім Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданының тумасымын. Қазіргі таңда Қорғаныс министрлігінің орталық ансамблінің солистімін. Браво. Успехов вам, Меруерт, очень красивый, потрясающий Спасибо голос у вас. огромное. Очень рада вас видеть. В Катон-Карагай только такие таланты могут рождаться. Это самое красивое Енді место. Қатон-Қарағайда тума-туыстар, ауылдастар бар ма? Я, әрине. Онда сәлем жолдайық. Барлықтарыңыз сәлем жолдайық. Қатон-Қарағай, барлықтарыңызға сәлем. Катон-Карагай, рахмет! Қошеметтеріңіз болсын, Меруерт! Рахмет сізге. Тамаша бастама, не деген чуйка, не деген ішкі түйсік, не деген интуиция. Да хочешь, подожди, никакой чайки не было. Мы Ал енді... Біздер қолдардан білеміз. Ал, сіздердің кезектеріңіз. Жиналайық па? Кәне, көрейік. Негізі ақылдасқанда негізіне көріп отырмын да. Подожди, сейчас будет свет. Шоқанның қасында отырайықшы. Шоқан бізді капитан ғой, біз құрметтеуіміз керек та негізі. Шоқанның алып қойған әншісі бар, мынаның ішінде мен көрдім. Мынаның ішінде Меруерттен басқа әншіге ұқсайтын адам таппадым да негізі. Шоқанның вкусы болып отыр да, бір әншіге мына жерде тұрмыз біз, уже келісіп қойдық та. Сосын өтіп мен ойлаймын енді, біз таппадым ау, сені болайын деп тұрмыз мына жерде. Мен негізі стоматологты айттым да, жаңағыдай стоматологты. Мына жерде әншіге ұқсамайтындар бар, аранжировщик дедім, алдым, мүлдем әнші емес. Негізі ән айтпайтын адам екен. Ол қайдан білесің? Неге әнші емес? Жоқ, қолының басында бит тұрғаннан ақ көрдім да мен. Кейіннен бит түсіріп еді, саусақтары өнер адамына ұқсамайды да негізі. Мен байқап отырмын. Мына қыздың тұрысы жақсы да бірінші. Мына Меруерт емес, осы істейтін сияқты қарулы күштерде тіп-тіке тұр да дейді. Жалпы қарап отырмын да, мінекей мынау 4. Нұреке, негізі әншілердің саусағы қандай болады? Саусағы нәзік болады. Нәзік болады. Жігіт болсын, әйел болсын, нәзік болады. Иә, бәрібір нәзік болады. Ер азамат болса да. Сосын біздікі самса ұстаған қол ғой. Микрофон ұстаған қолдар көрініп тұрады да негізі. Сосын біз Шоқан екеуміз шешіп қойдық. Шоқан, ғалым үшеуміз шешіп қойдық біздің әншімізді. Негізі Шоқан ішеме шешіп сияқты менің ойымша. Жоқ, мен айттым да, Шоқанға айтып, жанымыз ашып астындағыларды аламыз ба деп отырмын да мен мына жақта. Үлкендерді сыйлайық, иә? Үлкендерді сыйлап дедім да мен. Шоқан сен ана жаққа бар, ана жаққа отыр. Жоқ, Шоқан жібермейміз. Шоқан жібермейміз. Бізде Шоқан алады. Шоқан көрші, қайсысын көреміз? У вас какие? Я вот думаю ее попробовать. Ну, саған көнек мақыл. Тогда 7-й давайте посмотрим. 7-й и 6-й, давайте посмотрим. 6-й вы смотрите, ладно? Мен алтын сендерге бердім, алтыны бердім ана Где он в Польше учился? Бізде кім? 7-ші қатысушы. Еще одного. Менің ойымша, астыдағы тұрған екі апалардың біреуі сияқты деп ойлаймын. Вот, на учительницу по вокалу похож, да, Маржан? Иә, сол кісі сол бірдеңеге ұқсайды. Ну, давай 8-й Ән посмотрим. сабағының апайы сияқты. 7-8, да, давай. Енді бастадық қой, неден қорқып атсыңдар?
7-8-ді көреміз дейді ғой. Иә, бол. Біз тыңдайықшы, біз айтқан жоқпыз. Неге Шоқан таңдады? 7-ші қатысушы Дидар. Дидардың видеосын көрейік. Дидар 23 жаста. Дидар немесе жай ғана Коди. Жақындары оны еркелетіп дәл осылай атайды. Жамбыл облысының тумасы кішкентайынан Алматы қаласында тұрады. Қазіргі таңда ағылшын тілі бойынша қосымша білім беру орталығында жетекшілік етеді. Дидар бойындағы талантын дамыту үшін актерлік шеберлік сабақтарына қатысқан. Өзін өнерлі санайды. Сондықтан Ерболат Беделханның Проект X жобасының кастингіне барған. Десе де іріктеуден өтпепті. Кодидің жүзеге аспаған тағы бір жоспары бар. Ол фортепиано аспабын меңгеру. Ал, бәрекелді. Талқылаймыз, ойланамыз. Әлі меңгеру. Меңгеру дейді, әлі алу дейді. Енді екіншісін көрейік, Давайте второй посмотрим. Екіншісін көрейік. 8-ші қатысушы Маржанның видеосы. Таптыға осы. Маржан 48 жаста. Маржан кішкентайынан нақтырақ айтсақ, 2-ші сыныптан бастап өнерге жақын болған. Таптық деп ойлаймын. Ән айту қабілетін шыңдауға тырысып, 8 жыл вокалға қатысқан. Маржан өнерді таңдағанымен, оның бұл шешіміне анасы қарсылық танытқан. Өнер жолы ауыр жол деген ет жақыны ақыры қызын технолог мамандығына түсіреді. Алайда қатысушымыз бұл салада мүлде жұмыс істемеген. 48 жастағы Маржан шығармашылық адамы болуды армандаған. Сол ішінде музыкалық аспапта ойнайды. Кино алаңдарына жиі барады. Концерт залдарының қадірлі мейманы. ТВ-шоуларды тамашалағанды ұнатады. Енді Маржанның сүйікті жобасының бірі Таптым-ау сені болатынына сенімдіміз. Бәрекелді. Енді не дейміз? Шоқан мырза. Алдаватыр. Но вообще я склоняюсь к цифре 3, но меня одно только смущает, что ее одели в такое платье, как певицу. Ну, то есть какой-то хитрый, может быть, ход, чтобы сбить на столку, потому что одели именно как певицу, но мне кажется, что она и есть певица. Ты не поверишь, я тоже так думала. Негізі біз ойлап Так у нас была военная, вообще там непонятно. Не, военная, это она хорошо сразу читалась. Ну и в обратку тоже эта тема работает. Но на самом деле это тоже работает. Да. Я думала об этом, о том, Ты что думаешь, они могут типа, нас обмануть, но на самом деле она поет. Да. Да, они что как такое бы может могут быть? двойной обман сделать. Поэтому, ну, как человек, мне кажется, номер 3, да, поет. Да, Поет, да? выглядит так же. Шоқанмен келсек сонда. Екіншісінде біз қосыламыз. Капитан мырза, нөмір 3-ті басасыз Иә, сонда. жарайды. Скесет. Міне кетті. Құрметті Нұрлан, Ғалым, Назерке, сенің дауысыңды тексеретін сәт келді. Ну давай, не пой на зерке. Ты же актриса там, по профайлу. А мне кажется, она может спеть. Давай на зерке. Назерге қалай айтсаң да ән шығып аламыз біз сені. Біреудің дауысымен. А мне кажется, а вдруг он сейчас Что-то у нее такой взгляд опасный. Да, по-сянски. Она поет. Айтады ма? Она поет. Нет, давайте дождемся Было не в припева. ритм, Нет. просто. Көремай аталар. Батыр, батыр!
Қалай екен, жақсы ма? Очень красиво и очень красиво поете. Тамамды кішкене ауыртып алдым. Волновалась? Видно, что вы волновались. Да. Қобалжыды, әрине. Жаңды дауыспен айту деген қазір білесіз ғой өзіңіз, Нұреке. Назерке Шоқанның командасына 30 мың теңге сыйлады. Бұл бір... Таптым-ау! Міне кетті. Енді Назеркемен танысып. Мен қазіргі таңда Алматы қаласында тұрам, 5 жылдан бері. Бұған дейін Атырау облысы, Құлсары қаласының тумасымын. Қанайды танитын шығарсыздар. Иә. Бірге өстік. Көк көйлек киген ғой. Мен де кигем сол көйлектер. Мен де киігем дейтін. Нағылса мен де КВН ойнағам. Сіз айтпақшы, КВН-нің арқасында сахнаға бірінші рет шықтыңыз, иә? Я таптым ау сені. Бұл менің ең алғашқы мега жобалардағы қадамым. Сіздерге рахмет. Поздравляем, пусть еще много будет. Амин. Көйлегіңе бір комментарий берсеңіз, қалай көйлегі? Көйлегі бар ғой, русалка ұқсап тұр ғой. Қандай әдемі. Негізі бар ғой, мынау бар ғой, мына көйлекті айтайын ба? Әдемі көйлек негіз. Бірақ мына көйлекті сен бар ғой, басында бар ғой, бекер киіп шықты деп ойладық біз. Алдап тұрма деп ше, Шоқан екеуміз көп ақылдастық. Анаяқа естіртпе айтып отқанбыз негізі. Анау 3 әнші емес деп отқанбыз басында. Сөйтіп кейінен Шоқан айтты, мүмкін әдеге киіндіріп қойған шығар деді да. Бірақ бүйтіп қарап тұрды да, сен макияжына қарадық бірінші. Макияж жасап келген. Анау. Бұл шыққысы деп жүрген қыз. Талант бар, таныс жоқ. Тағы да. Сөйтіп Шоқан айтты ғой. Біз негізі ғалым екеуміз мияқ таңдап ек, Шоқан айтты да 3 деді. Бұл негізі Шоқанның таңдауы. Бұл негізі Шоқанның көйлегі. Шоқанның көйлегі. Керемет, Шоқанның интуициясына шапалақтарыңыз болсын. Браво. Иә, Ғалымжан, енді әріптесіміз ғой біз. Сен не дейсің? Мен Назеркені бұрыннан, Жайдарманнан көрдім. Қанай барлығы бір команда болып ойнады. Мен танимын. Дорогие друзья, Переписываем. Ән айтқанын көрген жоқпын. Ән айтпадым, бұл кісілердің көзінше. Ғалымның таңдауы не ақ болды негізі? Әншілердің таңдауы бәрібір де бөлек екен да, бірден көріп тұрады екен негізі. Қолына қарайды басқа бірдеңе, мен өзім маған қиындау болып тұр негізі табу. Бірақ енді мен Назеркені бұрыннан танимын. Құлсары командасында ойнағаннан кейін сахна көргенін, қазір енді актриса болып жүрген білем. Бірақ ән айтқанын көрген жоқпын. Рахмет, Назерке. 30 мың. Как мы ровно это идем. Ақшаға чағын. Біздің Шоқан ақша бар жер сезетті өз ақшаға чағын. Түрі Франклинге ұқсайды ғой. Начало жесткое, прям сразу угадали, и вы. Так, что-то есть ощущение, что больше нет поющих. Есть ощущение, что дальше сложнее будет. Бірінші кезең бойынша Назима мен Шоқанның тобы теңесіп тұр. Екі топта да 30 мың теңге. Бір-бірлеріңе. Браво.